Қазақстан азаматтарына баспасөз еркіндігі берілген. Мен осы құқығымнан пайдаланып, бірер ауыз сөйлеуім келіп тұр. Біз қазір осы тәуелсіз елімізде, осы отанды аңсап, елді аңсап, жерді аңсап, еркіндікті аңсап, осында келген қазақпыз. Дүниенің төрт бұрышында жүрсе, қазақ, сол беті қазақ, жүрегі қазақ болып сақталады, қай жерде болса да. Біздің қорғанымыз тек қана Қазақстан. Ешқандай басқа жерден біз қорған, сүйеніш, арқа сүйер тек таба алмаймыз. Рас айтады. Өйткені тек қана ата-бабамыздан жалғасқан, өзіміздің ежелден келе жатқан анау Абылайдың дәуірінен, ертедегі хандықтардан, патшалықтардан қараңыздар. Бізге есе теңдікті кім алып берді? Тек қана қазақтар алып берді. Өзін-өзі құтқарды. Қазақтың осы батырлығы, жүрегі, еліне, жеріне деген осы махаббат арқылы осы ұлан-ғайыр даланы сақтап қалдық. Енді осындай кезде бізге көзін артып тұрған шеттегі жаулар неше түрлі. Осындай жағдайда не үшін біз өз-өзімізді қорғай алмаймыз? Еліңнен, жеріңнен айырыл. Бірақ шетте жатқан қандастар қазір Қытайда үнсіз геноцид жүріп жатыр. Рас айтады. Мен осы мәселемен айналысып жүрген, осы Қытайдың қазақтардың құқығын қорғап жүрген нағыз атасы биліктерінің бірінің 4 жылдан бері осы Қытайдағы мәселе бойынша осы біздің тіркелмеген нағыз ата жұрттың кеңсесінде офиста отырып бірден архив алып, адамдардың жаңағы мәселесін көтеріп, жазып, архивтестіріп жүрген адаммын. Менің атым Гүлжан, фамилиям Тоқтасын. Ал енді осындай жағдайда мен 5 қолдай білемін Қытайда не болатқанын. Осы жылап, еңіреп жүрген адамдардың барлығын өте жақсы білемін, өте жақсы түсінемін. Ал осы күнге дейін қаншама қудалаулар болды. Біз қазақтың құқығын қорғау үшін тек қана адамдық құқығы жағынан әрекет еттік, басқа ешқандай жаққа бармадық. Қытайдағы жерді талап қылған жоқпыз. Қытайда қазақтардың тәуелсіздігін талап қылған жоқпыз. Біз тек қана өзіміздің қазақтар қырғын көріп жатқандықтан ғана түрегеліп орнымыздан тұрып, өз құқығымызды талап етіп жатырмыз. Себебі о жақта біздің жақындарымыз, туыстарымыз үсті ашып, түрмеде тіршілік етіп жатыр. Бұған куә. Ал сіздер білмейтін шығасыздар, қаншама адамдар куәліктен өтті. Нағыз ата жұрттың каналындағы 10 мың түрі видео, факты, осының бәрінің түрі мысалы. Ал лагерден шыққан 200-ден артық тірі куәгерлер халықарада дәлел фактісіменен құпия сұхбат берілді. Бұның бәрі дәлелденді. Бірақ ашық ақпаратқа шықпайды, бірақ бүкіл әлем хабардар болып отыр. Сондықтан бұны мойындамайтын ешкім жоқ. Ал енді мен ұзын сөздің қысқасы, мен не үшін апалардың осы жан айқайына жаным ауырып келіп тұрмын бүгін. Мен Қытай лагерінен шыққан адамдардың құпия сұхбатын бірден архивке алып тізімдеп сөйлесіп жүрген адаммын ретінде айтайын. Қытайда қандай сұмдықтар болып жатыр білесіздер ме? Қытай лагерінде басқасын айтпаймын. Қазақтың әйелдерінің намысын өлтірсе, бір ұлттың ең алдымен анасының, әйелінің намысын өлтірсе, ол ұлт өшеді, өледі, болды. Сен мейлі қанша жерден тәуелсіз бол, сенің намысын кетті ма? Қыздардың ары тапталды ма? Одан арғыра ештеңе күтпеңдер. Ал Қытайда не істеп жатыр? Қытайдағы қыздарды аналарымыздың ар намысын таптап жатыр. Мен Гүлзира Әуелхан қызы осы Қазақстанда жүрген кезде қатты ауырды. Бәлкім мен өліп қалатын шығармын. Мен мына ішімдегі дертімді айтпасам бір күні өліп кетем деп, мені іздеп келіп, қалай істеді? Мен архив қалдырайын, мені түсіріп қалшы, ертең күні мен өліп қалсам, мынау ішімде кетеді. Қытайдағы әйелдердің көріп жатқан еркектер мейлі, өлмейсіңдер, өткен еркексіңдер. Сендерді қанша төпештеде ештеңе болмайсыңдар. Бірақ әйелдердің ар намысы тапталған кезде бүкіл ұлт рухынан, намысынан айырылады. О кезде біз жоқпыз. Гүлзира айтты, мен саған айтайын деді. Ол ар намысы тапталып жатқан күніге сағат 10-нан кейін әкетіп жатқан әйелдер, қыздар, ода исап жоқ. Күніге кімге көз түседі
sona ketedi. Kimning iyisi yo'q, Qozog'istonda surashi yo'q, sona ketedi. O'yindan kelgan istaydi. Al ol yaxshi qo'y, jaraydi. Yosh qizlar, yosh ayollar qorlansin. O'tgan basna tushgan taqdir shinaydi barlar. O'tib ketadi. Biroq apalarchi qara apalar ne isteydi bilesizlermi? Apalarda tajalangan şeşindirip basına garet kıladi ekan. Xitoy zulmda garet qilmaydi ekan. Sizlar namoz o'qiysizlar qo'y. Mana bizning garetimiz bilan garet tanimlar qanaqa qilsanglar deydi ekan. Сөйтіп qo'rlaydi ekan. Mine faşist Xitoylar. Sonday жағдай bo'lib жатқанда Har осы жылдан кетуге өзім зорлаймын. Себебі менде де семья бар, менде де қыз бар, менде де өмір бар. 4 жылдық өмір осының соңында неге жүрмін? Өйткені әр жолы көз үйренімсің. Апалардың басына дәрет қылады деген не істеймін? Өзім ұмытып қалам. Сосын қалай шығып кеткенімді білмеймін. Білесіздер ма? Осыны естіп тұрып, не үшін бізге назар аудармайсыздар? Не үшін көңіл бөлмейсіздер? Өстіп өңденсіз жоқ болып кетеміз ба? Мейлі, Қазақстанның заңына бұл кісілер ұрсасы шықты. Ана азаттыққа түсірмей ме мұнаны? Болды, Шағыңыздаршы. бірақ қазақы біздің мемлекеттік жағынан Азаттық шағыңыздаршы бері қарай. жасалып жатқан қасиеттер Айдаланып түсіріп тұр олар. аз болса да көңіл болып, бармақ басты көз Мынаны түсірсеңдерші. істеуге болады ғой. Не үшін болмайды? Мен соны түсінбеймін. Не үшін көңіл бөлуге болмайды? Өзің қазағың. Айдаланып түсіріп тұр олар. Ал біз қазір қасиетті мемлекет размер бар осындай. Құзырлы органның алдына неге айғайлап тұрмыз бұл жерде? Біз Қытай консулының алдына айғайлауға тиіс едік. Мынау ұят емес па? Не үшін? Біз ең қастерлейтін құдіретті ненің алдында айқайлап тұрмыз. Өзімізге өзіміз қарсы шығып тұрмыз. Бұл деген өте намыс, ұят. Мен үшін алғанда намыс. Мысалы мен 2016 келдім Қазақстанға. Келіп, Абай деген ауылдың мектебіне тұңғыш баламды апарған кезде көк тудың желбірегені, сосын менің Қазақстаным деген ән шыққан кезде мен ондайды Қытайда көрмегем. Бүкіл о жердегі күрттер, орыстар орнынан тұрып Қазақстанның жаңағы мемлекет әніне қолын кеудесіне қойып тұрып мемлекет әнін орындаған кезде мен шыңғырып тұрып жыладым. Себебі біз о жерде ондай нәрсені сезініп көрген жоқпыз. Отанның не екенін, мемлекеттің не екенін сезініп көрген жоқпыз. Ерекше бір сезімде болдым, жыладым. Елдер мені мазақтады, мынау жылды неге жылап тұр дейді. Себебі біз Қытайдан келген, шеттен келген қазақтар Қазақстанның қадірін жақсы түсінеміз. Қазақстанда мемлекеттің отанын білмей жүрген малғұндардан әлдеқайда артықпыз. Біз осы жолда құрбанбыз. Бүгін Байболатты қамадың ба? Ертең біріміз шығамыз. Мен бала шағамды бәрін табыстап тастадым. Мен бұл жылдан қайта алмаймын. Мен аналарды қорғаймын. Біздің арандатушы нағыз ата жұрт. Бұлай Қазақстан ортасына мемлекетіне ірткі салушы деп айтады. Біз солаймыз ба? Олай емеспіз. Егер Қытайда насып басталған кезде Зерек жол бұлаш айқайлап шығып біздің басымызды қоспағанда Қытайда не болатын еді? Өздеріңіз қырылып кететін еді. Қырылып. Сол үшін ойланыңдар. Мен бүгін эмоцияға беріліп айтып жатырмын. Бірақ мен Қазақстанымды, елімді, жерімді сүйемін. Мен өзім заңымды ерекше құрметтеймін. Өте бір сүйіспеншілікпен қараймын. Мынау тұрған менттерге де бір қарап жаңағыдай қатты айтуға тілім бармайды. Мен үнемі сабырға шақырам. Бірақ былай айтарсаң, ар бөледі, бір айтарсаң, өгіз өлетінді қайда барамыз біз сонда? Егер бүгін апалардың үні өшсе, апаларды сендер заңдық жақтан осылай қабап, Байболатқа күн көрсетпейтін болсаңдар, мына апалар бәрінен шығып осылай үні өшетін болса, біздің Қытайдағы қазақтардың үні өшеді. Қытайдағы қазақтардың үні өшкен деген жарайды. Штраф салыңдар, қамаңдар, мемлекет заңына бойсынамыз. Бірақ біз штрафты төлеп тұрып жалғастыра береміз. Өйткені амалсызбыз. Біз тоқтап қалсақ, ана жақта қазақтарды одан арба қырып, өлтіріп жоқ қылады. Көріністер ештеңе болмағандай айтады барлық. Ой, жақсы ғой, анау ғой, мынау ғой. Бірақ үнсіз геноцид қалай жүріліп жатыр? Қытайда жер астында түрмелердің бәрі, қылмыстың бәрі жерде болып жатыр. Жер астында құлдық заводтар толып тұр. Соның бәрінде апарып жастарды түрмедегі мына кісілердің сотталып кеткен туыстары
сол жерде. Олар бір күн өліп шығады сол жерде. Түк білмегендей болып барлығы жақсы тұрмыс кешіріп жүр. Genocid to'xtatilsin. To'xtatilsin. Сондықтан мен де сіздерді баршаларыңызды сабырға шақырам. Мынау тұрған Қазақстанның азаматтарына менттерге қатты тіл тигізбеңіздер. Біз өз ішіміздегі қанша жерден шығарайық, эмоциямызды шығарайық. Бірақ мемлекеттің қасиеті размер бар. Туба жерде тұрған кезде құрметпен, өте сауатты, әдемілеп сөйлеңіздер. Біз бейбіт тұрмыз, бейбіт қолымызда темірдің көк сымығы жоқ. Біз Байболатты ғана құтқарып шығу, және бұдан кейін Қытай консулына жақындарын іздеп жүрген апаларды қуғындамау біздің талабымыз осы. Мен кеше Бақытжан Сағынтаевтың атына хат тапсырдық. 117 адамның осы жерде жиналған адамның қолына апарып тапсырдық. Мына мәселені шешіңдер дедік. Президентке де хат жолдадық. Бар қолымыздан келетін бәрін жалғастырдық. Енді хаттың үлгісі кез келген сауатты қазақ, сауатты қазақстандық барлығы кез келген облыстан, кез келген өз орнында тұрып, жалғыз қазақ болсам да, осы Қытайдағы мәселеге назар аудару, президент екен отырып стол басында, кәдімгідей отырып осы мәселені шешіп, Қытайдағы осы жақын іздеп жүрген бізді жылатпасын деп үміт етемін. Соған араша хат жіберіңіздер, кез келген жерден жіберулеріңізге болады. Ол өздеріңіздің жеке құқықтарыңыз. Мен осыған шақырамын. Сауатты түрде, заңды түрде өтініш хат жазыңыздар. Барлық жерде сол акция жүру керек. Бірақ ешқашанда біздің жаңағы мынау басқа арандатушылардан абай болыңыздар. Өйткені біздің істеп жатқанымыз, біздің осылай жүргеніміздің барлығы тәуелсіз Қазақстанның елін, жерін Қытайдың жаңағы отаршылдығынан, Қытайдың үнсіз жаулауынан, жауыздардың қазақ сияқты текті халықты жұтып жіберуінен сақтау. Біз сол үшін күресіп жүрміз. Сіздерге сол үшін айтамыз сіздерге. Апаларды жылатпаңыздар, жылатпаңыздар. Шыдамның да шегі бар. Bir күні осындай әңгімелер бола беретін болса, Қазақстанда үлкен өзгерістер болып кетсе, басқалар пайдаланып кетіп, тазалқанымыз шығып кетуі мүмкін. Сол үшін осы тәуелсіздікті барлығын жаңағы мықты ұстап, қазақтар, азаматтар, ұлтшылдар бірігіңдер. Бейбіт түрде барлық нәрсені шешіп, Қытайдағы мәселе Қазақстанның болашағы үшін жасалып жатқан. Оны жай қалдыруға болмайды. Бүкіл Қазақстандағы жергілікті ағайындарға үндеу тастаймын. Қытайдағы қазақтар мәселесіне назар аударыңыздар.